Біреулерде болады, қайнапкемді ренжітіп едім, или қайнапкем мені қатты ренжітіп еді, енем қатты ренжітіп еді. Бауырдан, туысқан, қайнапа, қайын жұрт, сіз одан кетпейсіз ғой. Ол кісі әлі білмей тұр кешірімнің не екенін. Әйтпесе міндетті түрде сізден келіп кешірім сұрар еді. Сондықтан сіз білесіз, білгендігіңізді көрсетіңіз, сіз бірінші қадам жасаңыз. Просто барып сол адамды құшақтаңыз. Кімге қатты ренжулісіз, сол адамның бойынан 5 тамаша қасиетті алып, сол үшін ол адамды жақсы көріп, алғыс айтыңыз. Алланың нұры жаусын, мен сені жақсы көремін. Болды, бұдан артық ештеңе керек жоқ. Кешірдім. Ана мұз еріп, жоқ болып кетеді. Рахат сезім болады. Рахатты ең бірінші сезінесіз. Қайда барсаң да жолың ашық, қайда барсаң да сәттілік күтіп тұрады, қайда барсаң да көңілді жүресің. Мына арқаңдағы жүк кәдімгідей бір груздан құтыласыз. Сіз іштегі нәпсі деген құртты өзіңізді жеңдіңіз.